Ассаламу алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында кереметтей донерді жасайтын боламыз. Ол үшін бізге пиязды ортасынан бөліп ұзыншалап турап алатын боламыз. Жұқалап тураңыздар. Мен де екі түрлі еттен жасаймын. Біреуі тауық еті, екіншісі сиырдың шегілген еті, яғни фарш. Енді міне тауықтың етін осылай ұзыншалап солонка қылып турап алатын боласыздар, жұқалап. Кез келген ет бола береді, үйіңізде қандай бір табаға майымызды қыздырамыз да пиязды ең алдымен жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязды қуырған кезде өздеріңіз байқайсыздар, сарғая бастайды, түсі. Пияз солып сарғаю керек. Міне мен сіздерге жақындатып көрсетейін. Осылай сарғайтып қуырып аласыздар. Осыдан кейін енді фаршымызды салып, фаршты араластырған кезде осылай арасын ажыратып жақсылап араластыру керек. Осыдан кейін тауықты саламыз. Тауықта тез піседі ғой. Сондықтан фаршпен бірге қуырамын, екеуін араластырып. Тұз қалауыңызша саласыздар. Қара бұрыш салсаңыздар болады, қызыл бұрыш салсаңыздар болады. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңызша. Міне дәмдеуіштерді қосқаннан кейін тағы да жақсылап араластырып қуырып жіберемін да, осыны қайнап тұрған 50 грамдай суды құйып, жақсылап бұқтырып 30 минуттай баяу отқа қойып қоямын. Енді салмасына сәбізді мен сіздерге көрсетейін. Осылай ұзыншалап өткізсеңіздер болады. Мына екінші немен де көрсетіп жатырмын. Үккішпен өткіздім, міне осылай. Енді капустаны жұқалап турап алатын боламын. Міне осылай жұқалап турап аласыздар. Капуста мен сәбізді бір ыдысқа салып, зелень қостым. Кішкене тұз қостым да осылай жақсылап мыжып алыңыздар, иә. Сонда сіздердің донерларыңызды тесіп кетпейді және кішкене жұмсарып тұратын болады. Қызанақты осылай 4 бұрыштап турап аласыздар. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша сіздерге қалай ұнайды, солай да турасаңыздар болады. Мен де салат жапырағына қатты жерін алып тастаймын. Тек бас жағын қалдырам. Ыдысымызға 2 үлкен қасықпен майонез салдым. Және менде жаздың күні жапқан осылай помидор және бұрыштар араласқан осындай кобра сияқты бар. Егер үйлеріңізде болса қоссаңыздар болады. Егер жоқ болған жағдайда кетчуп пен майонезді араластыруға да болады. Міне осылай блендермен езіп алам. Осылай соус дайын болып шыға келді. Енді лавашымды алып, астына ең алдымен соусты жағып, одан салат жапырағын салып, бұқтырылған еттерімізді саламын. Міне капуста мен сәбізді және қызанақты салып, тағы да соус құям бетіне. Осыдан кейін осыны жақсылап орайтын боламыз. Менде лавашына шпинат қосылған, сол себепті түсі осындай жасыл болып тұр. Екінші лаваш, менде осындай ақ түрлі лаваш. Астына соус құйып, тағы да жапырақты салып, бетіне ет саламыз. Капуста мен сәбізді араластырып, бетіне помидорын сеуіп, соусын құйып, енді ораймыз міне. Табамызды астын қыздырып қоямыз да, екі шетін аударып, осылай қызартып, сарғайтып аласыздар. Осымен біздің донеріміз үй жағдайында дайын болды. Керемет болып шықты, жасап көріңіздер. Қаласаңыздар, бұның ішіне картошка фри да қосуға болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Ас болсын.